Сәлем баршаңызға, құрметті оқырмандар. Қазіргі күнде хит болып жүрген балық формасында селедка подшуба салат рецептін бірге дайындап көрейік. Онда бастадық. Парақшама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Қызылша, картошка, сәбіз, жұмыртқа заттарымызды барлығына қайнатып, аршылап, жақсылап теркодан шығарып аламыз. 100 грамм суға желатинімізді салып 5 минутқа бұқтырып қоямыз. Содан кейін барып майонезіміздің ішіне желатинімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді осы майонезді водяной банядан немесе микроволновкаға 1 минутқа айналдырып, ішіндегі желатинді ерітіп алсаңыздар болады. Міне бізде осындай сұйық болу керек. Енді формамыздың ішіне 3-4 қасық құйып, құйрықтарына және де қанаттарына, басжақтарына әдемілеп бір тегісті етіп құйып аламыз. Бізде бұл балығымызды формасына жақсы ұстап тұру үшін. Енді сәбіз, картошка, жұмыртқа, қызылшаға 2 қасықтан майонезімізді салып, желатин араласқан майонезімізді жақсылап барлығын біркелкі етіп араластырып аламыз. Селедка балығымызға оны құймаймыз майонезді. Оны әшейін өздеріңіз сұрап қойсаңыздар болды. Селедковый масло деген балық түрін аламыз. Жақсылап біркелкі етіп араластырып алдық. Мына қызылшамызға да. Енді балығымыздың формасына қатарынан жайғастырып шығамыз. Алдымен қызылшамызды салып аламыз. Қанаттарына, құйрықтарына, барлық жеріне бір тегіс етіп салып шығасыздар. Мен де кішкене аздау салып қойыппын. Астына полный жан-жағына жағып қойсаңыздар, полный қиып қызыл балық болып шығады екен. Менікі кішкене аз салып қойғандықтан жаңағы шеттері сәл ақ болып, ішінде картошка, сәбіздері кішкене көрініп қалған, бірақ өте керемет болып шыққан. Екіншіден кейін сәбізімізді салып аламыз. Оны да ортасына барлық жеріне азғантайдан салып, бір тегісті етіп салып шығамыз. Өте керемет салат рецепті. Қазір тойларда, жиындарда дастархандарыңыздың сәнін көркін ашып тұратын болады. Енді балығымызды, туралған балығымызды ішіне саламыз. Бұның үстіне майонезімізді неміз салмаймыз. Енді жұмыртқамызды бізде желатин мен майонезді араластырғандықтан осында кішкене қатыптау тұрады. Оған уайымдамаңыздар. Жақсылап тегістеп басып жасаймыз. Қасықтарыңызбен тегістеп аласыздар. Енді үстінен картошкамызды саламыз. Картошканың үстінен кішкене тұз сеуіп жібересіздер. Менде майонездің тұзы жеткілікті болғандықтан араларына тұз сеуген жоқ, бірақ тек қана картошкаға ғана кішкене тұз сеуіп жібердім. Ұнатсаңыздар, тұзды болуын қаласаңыздар, тұзды көптеп салсаңыздар да болады. Әр қатарына мен үйтіп салған жоқпын, тек қана картошкаға ғана кішкене тұз салып жібердім. Өте оңай, тез дайын болатын салат. Қазіргі күнде өте хит болып жатыр. Ең соңында тағы кішкене қызылшамызды алып қалғанбыз, соны бір тегіс етіп, үстіне тегістеп жағып аламыз барлық жеріне. Енді қанаттарына, барлық жеріне 2-3 қасықтай майонезімізді алып қалғанбыз. Осыны енді жақсылап тегістеп жағып алып, бетіне пищевой пакетпен жауып, жақсылап 2 сағатқа морозилка немесе холодильникке қойып қоямыз. Формасын ұстап, ішіндегі барлық нелері өзіне қатып, әдемі дәмді болып шығу үшін 2 сағатқа морозилка немесе холодильникке сап қоямыз. Міне біздің осымен балығымыз дайын болды. Қараңыздар, қазір ішін төгіп көрсетемін. Төгіп деп шығарып. Өздеріңіз қалағандай етіп оформлениямен жасап сәндесеңіздер болады. Өте керемет салат рецепті міндетті түрде жасап көріңіздер. Парақшама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецептілермен бөлісетін боламын. Егер түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарийға жазып қалдырсаңыздар болады. Сіздерге міндетті түрде ответ қайтаратын боламын. Ас болсын баршаңызға. Көргендеріңізге рахмет. Лайк басып, парақшама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Қараңыздар, сіздерге қазір ішін кесіп көрсетемін. Өте керемет болып шыққан. Өте дәмді, той жиындарда, туған күндерде дастарханыңыздың сәнін ашып тұратын болады. Жасап көрулеріңізді міндетті түрде кеңес беремін.